Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше бір торттың рецептімен бөлісемін. Бұл торттың бейнесі ағаштың діңгегіне ұқсайды. Жаңа жылдық дастарханыңызға өте тамаша идея болады. Және жасалуы да өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Ендеше алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып алыңыз. Сонда каналды жоғалтып алмайсыз, және де шыққан видеолардың барлығын бірінші болып тамашалайтын боласыз. Және видеоны соңына дейін қараңыз, ішінде қажетті пайдалы ақпарат өте көп. Ең алдымен торттың бисквитін дайындаймыз. Ол үшін 160 грамм қантқа 2 жұмыртқамызды саламыз. Және де жарты шай қасық ванилин салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Шамалы көпіріп араласа бастағанда 8 ас қасық су қосамыз. Су бөлме температурасында болғаны жақсы. Және де ең соңында 190 грамм ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель салып, екеуін бірінші араластырып аламыз. Сосын осы құрғақ массамызды біздің жұмыртқамызға саламыз. Ұнды бірден салсаңыз да болады, немесе осылай аз-аздан салсаңыз да болады, ол әсер етпейді. Шетіндегі ұндарын барлығын жинақтап араластырамыз. Бұл жерде қол миксерімен де араластырсаңыз болады. Енді біздің пергамент қағазы төселген ыдысымызға тестамызды құйып, жан-жағына жеткізіп жайып аламыз. Және де осы кезде пешті алдын ала қосып қоюды ұмытпаңыз. Пешіңіз 180 градуста қызып тұру керек. Енді осы бисквитті 180 градус қызып тұрған пеште 12-15 минут пістіреміз. Өте ұзақ ұстап кептіріп алмаңыз. Міне біздің бисквитіміз пісті. Бисквит дайын болғаннан кейін барып кремді дайындаңыз. Өйткені крем өте тез жасалады, бірден жағуға болады. Екі түрлі крем дайындаймыз. Біреуі шоколадная паста, екіншісі крем болады. Шоколадная паста жасау үшін 3 ас қасық сгущенкаға 4 шай қасық какао қосып араластырамыз. Міне біздің пастамыз дайын болды. Енді кремін жасау үшін 200 грамм вареная сгущенкаға, менде 600 граммдық, соның 1/3 бөлігін қостым. Сгущенкамызды шамалы араластырамыз, өйткені вареная сгущенка өте қою болады. Осылай араластырып алғаннан кейін бөлме температурасында жұп-жұмсақ болып тұрған 200 грамм сары майымызды қосамыз. Сондықтан рецепті бастар алдында сары майыңызды алдын ала шығарып қойыңыз, бөлме температурасында жұп-жұмсақ болып тұру керек. Осылай май мен сгущенканы жақсылап араластырамыз, жақсы болып ағарып көтеріледі массасы. Сол кезде біздің кремге кішкене сливочный өте дәм беру үшін творожный сыр қосамыз. Осына 200 грамм творожный сыр жеткілікті. Енді осы үшеуін жақсылап бір келкі крем шыққанша араластырамыз. Өте дәмді, нәзік крем шығады. Бұрынғы кезде бомба деген мороженое болушы еді ғой, беті осындай қағазбен ғана жабылған, салафаны жоқ. Дәл сол мороженныйдың дәмі шығады. Өте дәмді, қою креміміз дайын болды. Енді біздің бисквитіміз оған дейін шамалы суып тұрды. Келесі жағын аударып, пергамент қағазын аламыз, және де бисквитті теңдей осылай 4 бөлікке бөліп кесіп аламыз. Міне біздің бисквит кесілді. Енді кішкене ораған кезде қазір жұмсақ болу үшін жай ғана судың көмегімен осылай пропитка жасап шығамыз. Және де бисквиттің келесі жағын аударып, ең алдымен біздің шоколадты пастамызды жағып шығамыз. Осы пастаның үстіне кремімізді 80% жағамыз. Шамалы ең соңында крем алып қалыңыз, сыртын қаптауға керек болады. Міне біздің кремімізді осылай жақсылап бір келкі етіп жағып шығамыз, және бисквитке крем пастамыз сіңіп, бисквит жұп-жұмсақ болып тұрады. Содан кейін барып біріншісі бөлігін осылай айналдырып орап аламыз.
және де торт жасайтын тарелкаңыздың үстіне немесе осындай подложканың үстіне жинастырсаңыз болады. Қалған бөліктерін сыртына осылай орап шығамыз. Бұл жерде бұл тортты міндетті түрде осылай орау міндетті емес. Дөңгелек кәдімгі бисквиттарды жасап алып, арасына дәл осы крем, дәл осы пастаны жағып жасасаңыз да болады. Мен осындай кішкене ерекше қылып жасағым келді. Егер сізге осылай орап жасаған уақытыңызда алып ыңғайсыз болатын болса, дәл осы рецепт бойынша дөңгелек бисквиттарды жасап, кәдімгі торт ретінде жинасаңыз да өте дәмді болады. Және ең соңында осылай сыртын кольцомен орап, кішкене қысыңқырап ораймыз, содан кейін пищевая пленкамен орап, морозильникке, яғни мұздатқышқа қоямыз. Енді біздің шамалы қалған кремге тағы да бір ас қасық вареная сгущенка мен 2 шай қасықтай какаоны салып, тағы да араластырамыз. Бұл біздің торттың сыртын қаптау үшін керек болады. Сол үшін какао салып, кішкене қоңыр түс береміз. Дәл осылай араластырамыз. Креміміз дайын. Біздің жарты сағаттай морозильникте тұрған тортымызды алып шығамыз. Сол кезде кремі қатайып, жап-жақсы болып жиналып тұрады. Сосын жаңағы дайын болған кремімізді сыртына жағатын боламыз. Бұл жерде біздің тортымыздың бейнесі ағаштың діңгегі сияқты болғандықтан, бұл жерде теп-тегіс етудің қажеті жоқ. Осылай тек сыртына барлығына қаптап шықсаңыз болды. Жан-жағын және қалған кремді бетіне жағып шығамыз. Одан кейін осылай вилканың көмегімен біздің ағаштың сырты секілді осылай жолақшаларды жасап шығамыз. Бұл жерде енді өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Сосын осылай шай қасықтың көмегімен ортасын айналдырып, ағаштың біздің ортасы секілді жасаймыз. Енді ары қарай оформлениені мен осындай шыршаның жаңғақтарымен, шишки дейді ғой, солармен әдеміледім. Және де шыршаны осындай розмариннің бұтақтарымен жасадым. Дәл осы жаңғақтардың жасалу рецепті менің каналымда бар. Ссылкасын описанияға қалдырамын, өтіп қарап алсаңыз болады. Ол да өте дәмді біздің пирожнылар. Дәл осылай тортымызды әдемілейміз. Және де холодильникте негізі бірнеше сағат ұстаған дұрыс. Мен шыдамай осылай сіздерге кесіп көрсеттім. Осындай өте әдемі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.